Сен осындасың да. Сыныпта жалғыз өзің не істеп тұрсың? Біз бүгін сыңары бар дауыссыз дыбыстарды өттік. Соларды қайталап тұрмын. Сен 7 ұяңның 7 қатаң сыңары барын жақсы білуің керек. Білемін. Солардың бірі К, Г. Қ қатаң дауыссыз дыбыс, ол сөздің басында, ортасында, аяғында да кездеседі. Г ұяң дауыссыз дыбыс, ол сөздің басында, ортасында кездеседі, ал сөздің соңында кездеспейді. Енді осы әріптері бар бірнеше сөз айтшы. Мысалы, кітап, түлкі, өрік, гүл, сүлгі. Жарайсың Дана, тағы есте сақтау керек бір нәрсе бар. Егер сөз соңында К дыбысынан кейін дауысты дыбыс келсе, К дыбысы Г дыбысына өзгереді. Ү дыбысы жалғану арқылы біреуге меншікті екенін білдіреді. Мысалы, көйлегі, өрігі, терегі. Енді түсіндім. Рахмет алам.